Саламатсыздар ма? English for Absolute Beginners. Ағылшынды әліпбиден бастап оқитын сабағымыздың 3-ші сабағына да келіп жеттік. Енді мен осы алдындағы өткен 2 сабақтың сөздерді сіз жаттап, оқу ережесінің бәрін еске сақтамасаңыз да, негізгісін еске сақтадыңыз деген үміттемін. Келесі, біз I әрпінің оқылуын арғалай жалғастырамыз, сосын B және C әріптерінің оқылуымен танысамыз. Сонымен, I әрпі сөздің соңында тұрғанда оқылмайтын жағдайлар бар. Мысал үшін, көк, көгілдір деген сөзді біз blue дейміз. Blue деп оқымаймыз. Blue. Иді оқымаймыз. Шын, шындық. True. Р деген әріп бізде вибрациясыз тілдің ұшы дірілдемей айтылады деп айттым. True. Келесі, өтірік, жалған деген сөз. Немесе демалып жату. Lie. Алма, apple. Apple демейміз. Алу, take, жасау, make. Арғарай кеттік. I әріптерінің қосындысы бірігіп, A дыбысын береді. Мысал үшін 8, 8. Қиын жазылатын сөз, есіңізге сақтаңыз. Көп студенттер осыдан қиналады. Неге көп әріптер тұр, неге азық айтылады деп. Бұл енді ағылшын тіліне тән осындай ереже. Бұны тек біз еске сақтап алуға міндеттіміз. Сонымен 8, 8. Г-хыт деп жазылып тұр да, біздің қарапайым өзіміздің тілімізбен айтсақ, бірақ 8 деп айтамыз. Келесі, тағы да қиын сөз, көрші деген сөз. Жазылу өте қиын. Нейгхбор деп жазылып тұр. Біздің қарапайым тілмен айтсақ. Ал ағылшын тіл әріптермен айтсақ, N-E-I-G-H-B-O-R. Оқылуы neighbor. Оқылуы өте оңай. Neighbor. Салмақ weight. Олар they. Сұр gray. Енді осы сөздерге, осы ережеге бағынбайтын сөздерге тоқталайық. Олар мыналар: көз, eye, көз. Биіктік, height. Hate демейміз. Hate деген жек көру деген сөз. Басқаша айтылады, басқаша жазылады. Ал бұл height. Кілт, key. Кейбіреулер key дейді. Key емес, key. Бос уақыт, демалуға арналған уақытты біз leisure дейміз. Leisure демейміз. Leisure. Келесі. I мен U әрпі және I мен W әрпі қосылып U деген дыбысты береді. Мысалы үшін жаңа, new. Бірнеше, few. Нейтрал, бейтарап деген сөз, neutral. Тура осы ережеге бағынбайтын сөздер бар. Олар мыналар. Мысалы үшін бригада деген сөз. Жоғарыдағы ереже бойынша ол crew деп оқылу керек. Бірақ бұл ол ережеге бағынбайды. Сондықтан бұл crew деп оқылады. Crew. Келесі, лақтырдым өткен шақта. Through. Еврей, Jew. Сағыз, chewing gum. Chewing gum емес, chewing gum. Жоғарыдағы ережеге бағынбайды. Шайнау, жаңағы сағызды шайнау, chew. Келесі, кішкене ғана мәтін. Blue sky, көк аспан. It is true, бұл шындық. I need some rest, менің демалғым келіп тұр. I need some rest. Big red apple. Big үлкен, red қызыл, apple алма. Take it please, мұны ал өтінем. Take it please. 8 apples, 8 алма. Good neighbor, жақсы көрші. Take this key, мына кілтті ал. Take this key. Leisure center, демалу орталығы, немесе демалыс орталығы. The new leisure center is good. Жаңа демалыс орталығы жақсы. My crew is good. Менің бригадам жақсы. Chewing gum. Сағыз. Келесі. I әрпінің оқылуын осымен тәмамдадық. Енді B, дауыссыз дыбыс. B әрпінің оқылуына тоқтала кетейік. Оның оқылуы сондай көп емес, оңай, тез еске сақталады. Өзінің аты айтып тұрғандай, B әрпі сөздерде B дыбысын береді. Мысал үшін, жәрдемақы, пайда, артықшылық деген сөздер benefit, автобус бас, таңғы тамақ breakfast, кітапхана library. Енді кейбір жағдайларда B әрпі оқылмайды. Ондай сөздерді тек еске сақтап аламыз. Мысал үшін, қарыз немесе борыш debit деп жазылады. Бірақ debit деп айтпаймыз, debt дейміз. B түсіп қалады. Келесі, күмәндану.
doubt деп айтамыз. Doubt. Бірақ doubt деп жазылып тұр, е? D-U-O-U-B-T. Келесі тарақ, comb. Сәнді, талғамға сай, нәзік деген сөз subtle. Subtle демейміз. Сөйтіп жазылады, бірақ subtle деп айтамыз. B әрпінің оқылу ережесі осымен тәмам. Келесі әрпіміз біздің C. C әрпі көбінесе К дыбысын береді. К. Мысалы үшін мысық, cat, кесу, cut. Шатастырмаймыз. Cat, мысық, cut, кесу. Фотоаппарат, camera. Келесі сүйкімді, cute, доктор, дәрігер, account, есеп-шот. Енді осы C әрпі E, I, Y деген дауысты дыбыстардың алдында тұрса, онда S дыбысын береді. Мысалы үшін city, kitty демейміз, е? City, қала, face, бет, ice, мұз, ice cream, балмұздақ, science, ғылым, bicycle, велосипед. Келесі C әрпінің оқылуын ары қарай жалғастырамыз. I-O-N өздеріңіз көріп отырғандай, I-An, E-End, E-Al, E-A-N деген сөздердің қосындысымен осылардың алдында тұрғанда енді біздің C әрпіміз Ш деген дыбысты беріп кетеді екен. Бұл сөздерді тек еске сақтаймыз. Мысалы үшін ежелгі деген сөз ancient, ancient демейміз, ancient демейміз, ancient. Өйткені ережеде жазылып тұр, end деген әріптердің қосындысының алдында тұрса, ол Ш деген дыбысты береді деп. Ары қарай кеттік. Дәрігер, physician. Доктор дегенде түрі бар, е? Дәрігердің келесі сөз physician. Физик емес, бұл дәрігер деген сөз. Мұхит, ocean. Қоғамдық, тұрмыстық деген сөз social. Social демейміз, social. Арнайы, special. Кейбір адамдар специал дейді, кейбір адамдар специаль дейді. Олай емес, special. Келесі күдік, шүбә, suspicion. Осыдан бір-екі сабақ бұрын айтқанмында C мен H әріпі бірге тұрса, Ч деген дыбысты береді деп. Және T, C, H әріпі тұрса да Ч деген дыбысты береді. Ол сондай қиын емес. Еске сақтап аламыз. Мысалы үшін орындық, chair, бор, чок. Осы менің YouTube каналымнан өте көп осы сөзді сұрайтын. Неге ол чок, неге ол чолк емес деп. Осының алдында өткен сабақтарда айттым да, A мен L әріпі бірге тұрса, ол O деген дыбысты береді, ылды оқымаймыз. Чок, бор. Charity, қайырымдылық. Rich, бай. Children, балалар. Ірімшік, cheese. Scratch, сызат. Тырналған, қырылған жер, немесе бір нәрсені басынан бастау, е? Start from scratch деп айтады. Бір нәрсені жаңадан бастау. Так, ары қарай кеттік. Енді осы жаңағы ережеге бағынбайтын сөздер бар. Яғни C мен H тұрады, бірақ та ол Ч дыбысын бермейді. Мысалы үшін яхта, yacht. Вообще ешқандай оқылмайды да, еске сақтаймыз. Тек еске сақтаймыз, одан басқа амал жоқ. Мұрт, мастаж. Бұл француз тілінен енген сөз. Мастаж. Шампанское, тоже француз тілінен енген сөз. Шампейн. Механизм, станок, машина, machine. Көбінесе грек тілінен енген сөздерде C мен H бірігіп К деген дыбысты береді. Олар мыналар. Мысалы үшін мектеп, school. Schul да емес, шул да емес, school. Еске сақтаймыз. Химия, chemistry, химия. Ауру, қақсау, сыздау, ache. Механик, mechanic. Іш, қарын, асқазан, stomach. Stomach немесе stomach деп оқымаймыз. Stomach, еске сақтаймыз. Енді кішкентай мәтін әдеттегідей мен оқып аударамын. Сіздер аударманы дәптеріңізге жазып, сөзді менің артымнан қайталап отырасыздар. Red bus, қызыл автобус. My breakfast, менің таңғы тамағым. Benefit, пайда. Harm, зиян. Library, кітапхана. Debt, қарыз, борыш. No doubt, күмән жоқ. A subtle girl, талғамы жоғары қыз. Subtle girl. Little grey cat, кішкентай сұр мысық. Cut it here, мына жерден кес. Кес деген сөз cut, мысық, cat. Мән береміз осы айырмашылыққа. A cute camera, сүйкімді фотоаппарат. Camera, фотоаппарат, е? My account, менің есеп шотым. I love my city, мен өз қаламды жақсы көремін. I love my city. Face,
бет, ice cream, балмұздақ, science, ғылым, my bicycle, менің велосипедім, an ancient city, көне немесе ежелгі қала, physician, дәрігер, ocean, мұхит, special, арнайы, our chair, біздің орындығымыз, rich people, бай адамдар, ауқатты адамдар яғни, beautiful children, әдемі балалар, yacht, яхта, champagne, шампанское, machine, қандай да бір станок, mustache, мұрт, our school, біздің мектеп, headache, бастың ауруы, жаңа айтылған, head деген бас, ache деген ауру, екеуін қоссақ headache, бас ауруы шығады. Stomach ache, асқазанның немесе іштің ауруы, stomach, асқазан немесе іш, ache, ауырғанды білдіреді. Енді сіздермен осы уақытқа дейінгі өткен материалдарды қайталау үшін кішкене жаттығу жасап жіберейік. Сіздердің алдарыңызда сөздер бар. Олардың кейбірі ағылшынша, кейбірі қазақша тұр. Сол қазақша сөздерді сіз ағылшынша дәптеріңізге жазуыңыз керексіз, немесе маған айтуыңыз керексіз. Мысалы үшін жылы climate, жылы climate. Жылы деген сөз қалай болады? Өткен сабақтардан алған бұл жаңа сөз. Жылы climate, яғни warm climate. A nice, ауыл. Ауыл деген сөз қалай? Есіңізге түссе, дәптеріңізге жазып қоясыз, A nice, ал есіңізге түспесе, мен айтамын, тағы да сіз бір рет қайталап аласыз. A nice village. Village. Келесі. I like жексенбі күндерін, яғни мен жексенбі күндерін жақсы көремін деген сөз. Жексенбі күндерін деп қазақ тілінде екі сөз тұр, бірақ ағылшын тілінде бұл бір сөзбен ғана беріледі. Қандай сөз есіңізге түссе, дәптеріңізді ашып қараңыз, табуға тырысыңыз. Тауып жатсаңыз, есіңізге түссе, өте жақсы, нұр үстіне нұр. Егер түспесе, I like Sundays. Sunday бір ғана жексенбі. Ал жалпы жексенбі күндері Sundays ең аяғына s-ті қосамыз. Ары қарай кеттік. Әдетте, usually, әдетте, usually, дөрекі manners. Дөрекі деген қандай сөз? Дөрекі, менің сабағымнан сіздер танысқан сөз awful. Егер де сіз бұдан менен бұрында басқа мұғалімдердің сабағына қатыссаңыз, немесе өзіңіз білетін болсаңыз, басқа да сөз болуы мүмкін. Ол сөзіңізде айтуыңызға болады. Тек қана осы awful деген сөзге жабысып қалыңыз деген ереже жоқ. Ары қарай кеттік. Әдемі girl. Pretty girl деп айтуға болады. Beautiful girl деп айтуға болады. Екі сын есімді де біз өзіміздің сабағымызда алдық, олармен таныстық. Fried жұмыртқа. Fried қуырылған, жұмыртқа, egg. Қайнатылған, egg. Қайнатылған деген қандай сөз? Boiled. Boiled. I dislike қызыл ет. Мен қызыл етті ұнатпаймын, жек көремін. Қызыл ет қандай? Қызыл деген сөз red, ет дегеніміз meat. I like көк шай. I like ұнатамын, көк шай, есіңізде бар шығар, green tea, олар жасыл шай дейді, біз көк шай дейміз. I like green tea. Beautiful таулар, әдемі таулар. Таулар mountains. Тәтті bread. Кез келген тәтті тағамды не дейміз? Delicious дейміз. Delicious. Оқы a lot. Оқы. Study a lot, learn a lot деп айтуға болады. Get up ерте. Get up. Get up дегеніміз тұр деген сөз, ерте дегеніміз қандай сөз? Early. Find мүмкіндік. Мүмкіндік қандай ағылшын тілінде сөз? Find мүмкіндік. Opportunity. Opportunity. Be бақытты. Be деген бол деген сөз. Бақытты деген бақытты. Be happy. Сонымен бүгінгі сабағымыз тамам. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.